Сындар ма балалар, қазақ тіл сабағымызды бастаймыз. 45-ші сабақтың тақырыбы «Мен не үйрендім». Бірінші тапсырмаға қараймыз. Монологты мұқият тыңда дейді. Күй қадірін кім білген? Тыңдадым, ұққан сияқтымын, бірақ көкірегіме құя алмадым. Домбыра қонбай қойды маған. Не істемеді дейсіз? Қай пернеден соң қай пернені басу керегін, қай тұстан неше рет қағу қажетін жаттап та көрдім. Бірақ жаттайсың, бір жаттайсың, екі жаттайсың, қашанғы жаттай бересің. Басыма шелпек жастап, қойныма домбыра алып ұйықтап та көрдім. Менің түсіме домбыра да, шелпек те кірмеді. Әйтеуір сол күні өзіме домбырашылық өнердің ешқашан дарымайтынына нық сеніп ояндым. Мұхтар Мағауин. Сұрақтарға жауап беріп көрейік балалар. Бірінші жаттығудағы бірінші сұрақ. Автор не тыңдады? Автор күй тыңдады. Домбырашы болу үшін не істеді? Яғни жаңа оққан монологтағы сұрақтарға жауап беріп жатырмыз балалар. Домбырашы болу үшін не істеді? Қай пернеден соң қай пернені басу керегін, қай тұста неше рет қағу қажетін жаттады. Қалай ойлайсың? Ол домбырашылық өнерді таңдады ма? Таңдамаса, неліктен таңдамады? Ол домбырашылық өнерді таңдаған жоқ. Себебі бұл өнердің дарымайтынына нық сенімді болды. Менің ойымша, қызығушылық танытқан өнеріне тынбай еңбектеніп жаттығу керек. Мақсатына еңбектену арқылы ғана қол жеткізе аласың. Екінші жаттығуға қараймыз. Екінші жаттығуда бізде жоғарыдағы мәтіннен сызбаға сәйкес сөйлемдерді құрап жаз дейді. Сызбада кім, нені, қайткен деген сұрақтар берілген. Не, кімге, не істеді? Осыларды сөйлем мүшелеріне талда дейді. Қайсысы дара, қайсысы күрделі мүше екен айт. Сөйлем мүшелерінің астын тиісті сызықтармен сыз. Және де төмендегі сөйлем түрлерінің айырмашылығы неде? Ойыңды дәлелде. Жай сөйлем мен құрмалас сөйлемнің айырмашылығы. Яғни бірінші сызбада кім нені қайткен дегенде Абай домбыраны үйренгісі келген. Кім? Абай. Нені? Домбыраны. Қайткен? Үйренгісі келген. Абай деген бұл жерде бастауыш, үйренгісі келді баяндауыш, домбыраны нені деген бұл жерде толықтауыш болып тұр. Екінші, не? Домбыра. Кімге? Оған. Не істеді? Қонбай қойды. Яғни бұл жерде не істеді? Қонбай қойды. Кімге? Оған. Не қонбай қойды? Домбыра. Яғни домбыра деген бастауыш, қонбай қойды деген баяндауыш, оған кімге? Толықтауыш болып тұр. Енді жай сөйлем бір немесе бірнеше сөзбен сөз тіркесінен құралып, тиянақты бір ғана ойды білдіреді. Ал құрмалас сөйлем екі немесе бірнеше жай сөйлемнен құралып, күрделі ойды білдіреді. Енді балалар бізге үшінші жаттығуда мәтіннен сызбаға сәйкес бірыңғай мүшелері бар сөйлемді тап дейді. Жаңағы мәтіннен бірыңғай сөйлем бар сөйлемдерді жазамыз. Мысалы, менің түсіме
домбыра да шелпек те кірмеді. Бұл жерде домбыра, шелек деген бұл бірыңғай мүшелер. Яғни бірыңғай мүшелер сөйлемдегі бір мүшемен ғана байланысады, және де сөйлемдегі бірыңғай мүшелердің арасына үтір қойылады. Сондықтан бұл жерде домбыра, шелпек деген бірыңғай мүше, және де ол бір ғана сұраққа жауап беріп тұр. Арасына үтір қойылған. Олар 4-ші жаттығуға қараймыз. Мақаланы оқып, бөліктерін қалпына келтір дейді. Қала орталығында орналасқан өлкетану мұражайы бүгінгі күннің талабына сай безендірілген. Мұражайда өте көп тарихи жәдігерлер сақталған. Мұражай қызметкері әр экспонаттың ерекшелігіне тоқталып, қызықты ақпараттар берді. Оның әсіресе алтын адам туралы айтқан ақпараты балаларды қатты қызықтырды. Туған табиғатымыздағы түрлі аң-құстардың қатырылған бейнесін кәдімгі тірі аң-құстардан ажырату бізге қиынға соқты. Үстіміздегі жылдың 19 қарашасында 4 А сынып оқушылары өлкетану мұражайына барды. Балалар мұражайдан көтеріңкі көңіл күймен қайтты. Әр қайсысы көргендермен бөлісуге асықты. Мұражайға қашан, кіммен барғаныңды, не көргеніңді айтып, мақала жазып көр. Жазған мақалаңды сыныптастарыңа оқып бер дейді. Яғни мақала жазып көрейік балалар. 2019 жылдың 15 қарашасында отбасымен Сәкен Сейфуллин мұражайына бардым. Мұражай 2 ғимараттан тұрады. Таза сүргіленген бөрене ағаштардан құрылған. Мұражайдың өзі бұрын Көпес Казанцевтің әкімшілік үйі болған. 1920 жылы Сәкен Сейфуллин осы ғимаратта редакция бөлімінде қызмет еткен. Екінші ғимарат мұражайдың әкімшілік үйі. Бұрын Сәкен Сейфуллиннің досы дәрігер Благовещенскийдің үйі. Кейін бухгалтерлік мектеп болған. Мұражай Қазақ ССР министрлер кеңесінің жарлығы бойынша 1988 жылы 21 ақпанда ашылыпты. Мұражайда Сәкен Сейфуллиннің кітаптары, суреттері, өлеңдері, құжаттары және басқа да түрлі бұйымдары сақталған. Мұражай қызметкері 7 бөлменің ерекшелігіне тоқталып, қызықты ақпараттар берді. Әсіресе Сәкен Сейфуллиннің жатын бөлмесі туралы ақпарат бергенде ақын тіріліп келген сияқты сезімде болдық. Мұражай қатты ұнады. Бәріміз мұражайдан көңілді шықтық. Үйге жеткенше мұражай туралы әңгімелестік. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.